сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз каналымызда Қазақстан ұлттық телеарнасында көрсетіліп жатқан жазушы жүрек телехикаясында Фазыл Гурекчи рөлін сомдаған актер туралы мағлұмат беретін боламын. Мағлұматты тыңдамас бұрын каналыма тіркеліп кетсеңіздер екен. Кенан Бал 1950 жылы 29 қарашада Анкарада дүниеге келген. 1959 жылы Эрзурумнан отбасымен Стамбулға көшіп келді. Кенан Бал Стамбул университетінің ғылым факультетін бітірген. Стамбул муниципалитетінің саябақтары мен бақтары дирекциясында жұмыс істеген. Сонымен қатар Бал Küçükçekmece муниципалитетінің кеңес мүшесі болды. Шебер актер Ахмет Мекинмен достығының арқасында кино ордасымен танысты. Оның актерлік мансабы 1978 жылы Тарак Dursun'ның Теңіздің қанаты киносына түсумен басталған. Сонымен қатар ол көптеген телехикаялар мен фильмдерге түскен болатын. Мысалы үшін Қайран Ақ, Жеті сұлу адам, Өмір ағашы, Қызғалдақ дәуірі, Бүлікші, Ұры полиция, Менің шеберім, Гүл оя, Кампустан, Асмалы сарайы, Жылан хикаясы, Жазушы жүрек солардың кейбірі. Кенан Балдың бойы 1,73 см, салмағы 75 келі, жұлдызнамасы Скорпион. Сонымен қатар оның бос уақытында өлең жазумен айналысады.